Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Зе Құлымбет. Бүгін біз Алимтрейдте скальпингті қолданып сделкамызды жасаймыз. Маған көптеген сұрақтар келіп жатыр. Абзал 1 минуттық сделкада как-то лотерея деп. Мен білмеймін достар, 1 минуттық сделкада мен нормально 1 ай бойы бұл лотерея болса, ойлаңыздар, қандай лотерея 1 ай бойы сіздерге плюс алып келеді. Мен 1 ай бойы плюспен жүрдім, даже 1,5 ай бойы ма, даже 1 ай жоқ, жарым емес, 1 айдан аса плюспен жүрдім. Оны алдыңғы видеоларда статистикасын көрсеттім. Міне қазір біз 1 минуттық сделкамен тағы осы скальпингпен сделкаға кіріп жатырмыз. Қараңыздар, бұл жақта спокойно көзбен көрініп тұр, мысалы сіздер қарап отырсыздар, көрініп тұр. Алдыңғы ситуацияны қараңыздар, алдыңғы ситуацияда выстрел болған төмен кеткен. Бұл жерде қандай қиындығы бар? Қарадыңыздар, көрдіңіздер. Бұл жерде былай айтқанда лотерея емес, бұл жерде просто пик просадканы ұстап дұрыс ұстасаңыз, нақты әдемі ұстасаңыз, вот сол кезде уже плюсқа шығасыз. Болады әрине, кейде сіздің ойдағыдай болмайды, типа может пробитие болады, немесе там төмен кетіп қалуы мүмкін, немесе жоғары кетіп қалуы мүмкін. Ондай ситуация болады. Бұл рынок, бұны ешкім білмейді. Бұл жақта сигнал қайда баратынын ешкім білмейді. Рыноктың қайда баратынын ешкім білмейді. Біз просто предположение жасаймыз. Егер сіз предположениеңіз дұрыс болса, онда уже плюсқа шығасыз. Бұл жақта біз қарапайым скальпингті қолдандық. Міне алдыңғы ситуацияны қарадыңыздар. Мен алдыңғы ситуацияны қарадымда выстрел болған кезде төмен қарай 1 минуттықта мендік. Біздің мынау сделкамыз өздеріңіз көріп отырсыздар, плюсқа түсті. Әрине, кейде болады бір пунктқа, 2 пунктқа жабу, енді ол нормально, ол любой неде болуы мүмкін. Менде даже ондай ситуация болған, типа 1 сағатқа тіктім, 1 сағаттан кейін анау айналып кетті, қайтып келді, 1 минут 1-2 пунктқа жауып жіберді. Ондай ситуациялар бар. В принципе, скальпинг арқылы осылай торговля жасаймын өзім жеке. Скальпинг дегенде бәрін түсінікті емес, көріп отырсыздар, жоғары төмен потолокқа барды. Бұл не? Бұл типа бұл как-то өтірік па? Сонда бұл именно бір потолокқа барып төмен түседі, бір потолокқа барып төмен түседі. Бұның бәрі как будто бір өтіріктен, рынок өзі қайда барады, сонда барғысы келіп. Жоқ, бұл кәдімгі бір определенный өзінің траекториясымен жүрді. Бұның бәрі былай айтқанда психология, адамдардың психологиясы арқылы уже рынок жұмыс жасайды. Сол себепті бір уровеньде кейде тиеді, құлайды. Вот солғандай кездерде біз сделкамызды жасап шығып кетеміз. Мен ана сделканы жасадым, плюсқа шықтым. Былай айтқанда мен қазір видеомен мен былай айтқанда қалай айтсам екен достар, мен уже сделка жасап қойдым, паникамен түсіріп қойдым. Просто сіздерге қазір комментарий ретінде жазып айтып жатырмын. Үстіне футболкам, астында трусим, үй ыстық, қазір жестко. Енді бүгін бір ғана сделка жасадым, бірақ қараңыздар. Көп сделка жасаудың қажеті жоқ. Бір рет жасадым, шығып кеттіңіз. Міне мен ғана скальпинг таптым, кірдім, шықтым, ұттым, то есть кірдім, плюсқа шықтым да. И басқа нелерді қарап көріп жатырмын да, басқа да басқа параларды қарап жатырмын. Ол жақта мен ойдағыдай скальпингті тауып жатқан жоқпын. Мына жақтан примерно көрдім былай. Скальпинг ретінде, бірақ не уверен болдым. Мен когда не уверен, мен кірмеймін. Осылай мен сделка жасаймын. Қысқасы айтатыным, әр адам өзі шешеді, әр адам өзі біледі, қандай минутпен жасағысы келеді, қандай секундпен жасағысы келеді. Оны өздеріңіз шешесіздер. Может там свечной графикпен жасайсыздар, может осындай графикпен, зонный графикпен жасайсыздар, оны өздеріңіз білесіздер. Маған өзіме зонный график ыңғайлы, 1 минутпен ыңғайлы. Кірдің, ситуацияны көрдім, сделка жасадым. Ситуация көрмесем, сделка жасамаймын. Бар болғаны сол, ешқандай құпия жоқ. Осы құпия ғана бар болған. Осы құпиямен мен 1,5 ай бойы уже плюсқа шықтым. Әзірше мен үлкен суммаға ондай қолымда үлкен сумма жоқ, өкінішке орай, себебі көп суммаларды мен инвестицияға арнап жатырмын. Сол себепті болашақта крупный суммамен Алимтрейдке кіретін боламын. Оның бәрін сіздерге айтатын боламын. Бүгін біздің скальпинг уже осылай аяқталды. Бұл жақта мен ситуацияны қарап салыстырып отқам. Былай айтқанда, бүгінгі видеомыз скальпингке арналды. Сіздермен болған Зе Құлымбет. Каналға тіркеліп отырыңыздар. Бонус алғыларыңыз келсе, осы видеоның астына ссылка бар, ссылкамен өтіп бонустарыңызды алыңыздар. 100% бонус сіздерге депозитке беріледі. Сіздермен болған Зе Құлымбет, келесі жүздескенше. Егер видео ұнаса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздермен болған Зе Құлымбет.
болот.